имам жұмаға шығып, уа халайық, Құдай қаласа жаңа мешіт салайын деп жатырмыз, соған жәрдем беретін кәсіпкерлер нелер болатын болса, сол кеп хабарласыңыздар дейді ғой енді. Сонымен Имекең жұманы бітіргеннен кейін бір кісі келеді де, Имеке мына номерге хабарласшы дейді, ешкімге айтпайды. Алла үшін ғой, енді жаңа істесең Алла үшін ғой бәрі. Имеке осы номерге хабарласасыз деп қолдан ұрып кетеді. Қолға не жазып кеткен? Телефон номер жазып кеткен кішкентай қағазға. Имекең алады да кімге береді оны? Наибқа береді ғой. Наибке айтады, мынаны звондашы дейді номерге. Өзі ана адамдарды күтіп алатын не қылады. Сонымен наиб отырады да телефонмен звондайды ғой. Алло, ассалаумағалейкум деп, здравствуйте деп айтады дейді ар жағынан. Біз жаңа мешіттен хабарласып тұр едік, сіздің номеріңізді беріп едік, мешітке, сол мешіт салайын деп жатыр едік деп айтады дейді. Тың телефон тастап жіберді дейді ғой. Мынау қатырады екен ғой. Имеке, мына номер что-то не то. Тастап жіберді телефон десе, тәуекел енді деп не қылып жатса, жаңағы номер қайтадан звондап тұр дейді ғой. Көтерсе, ертең проектілеріңді алып, пәлен түген деген адреске келіңдер деп айтты, тастап жіберді телефон. Орысшалап та енді мен айта алмадым, орысшам жетпей жатыр да. Завтра приедем, сондай бірдеңе де жаңағыдай айтады ғой сондай. Сонымен не керек, жаңа келеді, ертеңіне имам екеуі барады ғой. Айтқан адреске барса, бір үлкен қап-қара джип келді де тоқтат дейді ғой алдарына. Сөйтті де, сіздер ма имам, наиб имам? Я біз машинаға деп айтты. Қара костюм шалбар киген, қара жаңағы очкидегі жігіттер машинаға отырғызды да көздерін байлатты алып кетті. Мына екеуінің зәресі ұшып отыр мына жерде. Қайдан ғана звондадық деп жатыр аналарға ше. Сөйтіп бұларды жаңағы білмейміз дейді, бірақ жобасын біліп қоядық дейді, бұрылған көшелерге сай. Бір жерге әкелді де подвалға қарай кіргізіп жатқанымызды білеміз дейді ғой. Бірден ғырғырт деп ашылып жатыр дейді өйткені. Кірдік, кірсек шынымен подвалға кіріппіз дейді, жаңағы бір коттедждің подвалына. Көзімізді шешті де осы жерде отырыңдар деп айтты дейді екеуіне. Сөйтті де жаңағы жігіттер келді дейді ғой. Бір жігіттер келді де кеше кім маған звондаған деп айтты дейді. Имам наиб имамға қарайды дейді ғой былайша. Сосын наиб имам тұрды да мен ғой звондаған деп айтты дейді. Номерді қайдан алдым десе наиб имам имамға қарайды дейді былай. Мына кісі деп айтады. Сен қаяқтан алдың десе осы біреу жазып беріп кетті деп айтады дейді да. Біреу жазып беріп кетті. Сосын звондадық. Не шаруа сендерде? Сол мешіт салып жатқанбыз ғой осындай проекті не? Қане проектілерін беріңдер деп айтты жаңа. 3-4 жігіт анау тұрған. Проектіні алды да қасындағы сметчик деп айтады, мана сметаны не қылады, смета істейтіндер де сметчикке берді. Мына мешіт көлемі қалай деп айтты дейді. Көлем осындай да осындай, мына жерге осындай машина сияды деп. Жоқ, мынаны үлкейт деп айтты дейді. Үлкейт, осыдан үлкейт де, сосын жан-жағына паркинг бар ғой, машина қоятын жерін вообще үлкен қыл деп айтты дейді. Қасына фонтан нелердің бәрін қос, жарықтарды қос. Қазір өткен мешітке көп адамдар келіп жатыр деп айтады дейді. Мана екеуінің көзі банкі не болып жатыр түсінбей имам мен наиб имам. Сөйтіп осыны есепте деп айтты. Жаңағы сметчик сатырлатып тұрып ананы есептеді, жобасын шығарды да осындай сумма болады деп айтты. Мына проектіні тастаңдар да біздің проектімен салыңдар, ертең шоттарыңа ақша түседі деп айтты жаңағы жігіт. Сөйтті де мына екеуінің көзін байлап қайтадан барып жатты келген жеріне. Түсінбей жатыр ғой не болып жатыр деп. Сөйтсе жарықтық мына жігіттер тендермен айналысатын балдар екен ғой. Төртеуі крупный тендер ұтады. 4 жігіт екен тендермен айналысады. Крупный тендер ұтады да осы жерде отырады ғой дастархан басында. Надо благо сделать деп айтады дейді. Орысша ауыз жігіт екен де жаңағылар. Бір қайырымдылық істеу керек деген ғой. Именно сол кезде наиб имам звондаған ғой жаңағы. Алло, мешіттен хабарласып едік деп жаңағы. Сонымен мына тастай жібереді де Құдай жіберді деп айтады дейді жаңағы. Сөйтіп жаңағы мешітті жаңағы жігіттер салған дейді. Вообще наиб имам картоп жарған екен ол жерде. Ана әкеп берген номердің ішінде басқа номерге звондап жіберген ғой бұл. Ең соңғы номердің 6-ны 9 қылып теріп жіберген ғой. Вообще басқа біреуге түсіп кеткен ғой номер, көрдіңіздер ме? Сөйтсе ана кісілер салу керек болып тұр екен да жаңа мешітті. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп жаңағы 4 жігіт тендермен сол мешітті салып бітірген. Мына біздің солтүстік өңірде салынған мешіт дейді сол. Көрдіңіздер ме? Оны неге айтып жатыр? Мен бірдеңеден бастап кетті ғой. Бай болсаң халқыңа пайдаң тисің, батыр болсаң жауыңа найзаң тисің.